Қалайсыздар? Бүгін біз макрон пирог жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа, қант, сұйық май, қаймақ, осыларды салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Содан кейін барып магымызды саламыз, разрыхлитель. Ұнымызды салып, осылай араластырып аламыз. Ұнға разрыхлитель салып жатырмын. Сосын мак, осы үшеуін салып, мынаған немізге араластырамыз. Араластырып, аздан саламыз. Араластырып болғаннан кейін мына араластырып алғанымызды осы пирогтың формасына құйып аламыз. Қалаған формаңызға құйсаңыз да болады. Мен осындай пирогтың формасына құйдым. Осыны мен қызып тұрған 180 градуста 30-30 минут аралығында пісіріп алдым. Ал осындай болып пісіп шықты. Жұмсақ болып шықты. Үстіне сахарный пудраны осылай салсаңыздар болады, қалауыңыз бойынша. Міне енді осылай кесіп алдым. Енді дәмін көреміз. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер осындай пирог.